Ассалаумағалейкум. Бүгін Жайдарманның талқысы, жартылай финал. Таныстырып отырмай қойын, бірден талқыға көрсейік. Енді Ереке, өзіңіз бастаңыз. Бастайын. Ең бірінші жұп, бірінші жұпта менің ойым 4-1. И то 1 очко қыздар деп, былай солидарность. За солидарность, бана гол престижі деп мысалы айтады, береді ғой, гол салады. Сол үшін қыздар деп беріп жібермесе, по-моему, 4-1 шапалақтың по плотности юмора, по остроте, по всем параметрам, по всем критериям жеңді. Кешірім сұрайым. Мен өзім КВНщик, просто мен не көрдім, это сугубо менің мнением. Может, кто-то хочет поспорить, поспорьте. Менің мнением сол бірінші жұпта. Екінші жұп кім еді? Сразу бірінші жұпты талқылап алайық бұрадан? Жоқ, мен өзім айтам да кете берем, өзен талқылай берші. Тоқта, бізше. Жа, бірінші жұп туралы просто қанша айтшы. Енді бірінші жұп туралы бұл жерде біз қазір шапалақ деп қыздардың жетістігін, олардың әдемі ойын біз жоққа шығарып отырған сияқтымыз. Ең алдымен сол қыздар өте дастан ойнады. Семейдің тұрғын давай осындай бір нәрсе. Андай қысында, жігіт сұлтанды әңгіме айтатын. Мынандай нәрсе, ойында ашқан қыздарский, содан бастап. Ойында ашқан қыздарский, өлеңмен ашты, Черчесов туралы өлең айтты, мұрттылар бәрін құртты, оны не істейміз, қырамыз, е? Мен сырым бір зат айтайыншы, Черчесов туралы өлең айтты дедіңдер ғой. Кстати, бүгін ойын туралы тақырып талқылап отырық қой, е? Бүгінгі шыққан неше команда ойнады бүгін? 10 команданың бір выходты естілмеді. Бір выходтын түсініп естіген жоқ бірінші ретті отырсам да. Может, там арттағы 16-шы ретті біреу түсінген шығар. Біреуінің тексті бізге жеткен жоқ. Ол АЭС туралы айтып атма, ол басқа туралы айтып атма. Мен келсем, е? Ешқандай да внятность болған жоқ. Именно әнде. Любой выход, потому что бәрі плюс-пин айтты. Жалпы Жайдарманда выход нелер өте сөзін ұғу қиын ғой негізінде. Ютубтан арқа айналдырып тыңдап алмасаң қайтып. Жоқ, оны да тазалап айтуға болады ғой. Неге біздер айтқан кездері болды ғой командалар. Мысалы, Назар Аудар кезінде өлең айтты, каждый өтір нүктесіне дейін естіп, жатқа айтады адамдар. Назар Аудардың выходы. Давай, жігіттер, бүйтіп. Жоқ, вообще деймін да. Енді біз қазір талқылап отырмыз. Мен жүргізушімін ғой, тұра тұрың жігіттер. Жоқ, тұршиып. Талқы емес, айқай болып кетті. Давай, бір-біріміздің ойымызды қыздар шықты, мұртты, бәрін құртты, жаңағы не істейміз, қырамыз, өздерінің әдеттегідей бала шықты, баламен диалогтары болды, ринг құрды, юмор, 2 болт болды. 2 болт болды, зал овация берген 2 болт болды. Шапалақ шықты, шапалақта дәл сол, өте жақсы 3 болт болды. На 1 болт выше. Самый болт в игре, ол біздің батяның ертең КВН жауып тастаса, ештеңе істей алмайды, ол айтсаңдай аша алмайды деген нәрсе, ол өте қатты юмор. Жоқ, анау, я считаю, анау тоже болды. Мен қазір әке-шесіне қарамайтын болды, ұра беретін болды деген. Актуалка тақырып. Тоже актуалка. Ол актуальный юмор. По остроте бар ғой сырым. У них плотный болды. Я понял, но интервал 15 секунд сайын тычка болды да. Через 10 жылдан кейін, қайттан ойынды көресің ғой, мысалға, е? Біздің айтысты жауып тастады, батяларын ашып алды, біздікін жауып тастаса аша алмаймыз деген нәрсені қайттан көріп күлуге болады. Действительно, болды да, жоқ, сен қазір жақтап атсың ба, мақтап атсың ба? Мен по факту айтып атырмын да, талқы болғаннан кейін рассуждать етіп атырмын. Сонымен мен 4-1-ге келіспеймін, 3-2 шапалақ мүмкін ұтқан шығар. Бірақ шапалақ өзінің опытымен бірінші маусымда жүрген команда, бірінші маусым не премьеркада ойнаған жоқ, не историясы жоқ. Я Сочиға барып келді, я Намат лигасының чемпионы, Сочиға барып келді, ТНТ-ға жолдама алған команда отказалась, мұнда ойнап жүр. Соларды без шансов ұту керек еді. Жиптіп ұту керек еді? Жуалы қалай істеді сонда? Жуалы без шансов, без вопросов. Шах и мат. Все түсінікті, Нұрге? Мен енді ойым бар ғой, бұл жерде шапалақтың ұтылып қалғаны ғой, әңгіме. Мысалға да, басын жоқ, негізі, мысалға бірінші жұп туралы, бұл жерде шапалақ ұтылып қалды, негізі ұтып тұрған тұғын. Енді әңгіме қайдан кетті? Вообще, қағазға жазу дейтін тема не үшін олай болды? Бұрындары откровенно мен мынаған берем деп айтып келатыр. Болған осылай, бірақ ол сол кезде дәл осылай шумен. Сол қағазға жазып бергеннен қателік кетті деп ойлаймын. Жоқ, мынандай нәрсе болды. Соның жертвасы шапалақ болып кетті. Оның әңгімесінен болды. Өткенде Ләлә Сұлтанқызы бір ойында отырып, Марат, сен сөйлеп, біздің ойымызды өзіне ауқып атсың дейді.
Оны зал бәрі чувствовать етіп, бәрі шапалақтайды. Действительно, Марат сонда отырады да, бал бермей тұрып, айтады, ой, мына команданың ана әзіл, мынау әзіл дейді. И КВН-де жүрмеген адам ол тұрады да, Марат Достаевқа прислушиваться етеді, по факту айтқанда. И соны Ләлә Сұлтанқызы айтады. И полуфиналда ондай не болмасын деп, әділет Қазақстан деген әңгімемен. Жоқ, ол Ләйлә Сұлтанқызының проблемасы ғой. Ол жюриге келіп тұр ма, кім ұнады, өзін соған беру керек қой дауысын. Марат сөйде айтады, видео төрт бар. Өтейді да анда арғата. Бұл жерде не үшін қағазбен беріліп жатыр? Бұрынғы уақыттарда адамның ойына беріліп кету мүмкіндігі көп болды да, сол үшін. Менің ойымша... Нұрбек, сен қанша деп тұрсың? Бірінші жұпқа өзіңнің балыңда. Шөт қандай дейсің? Сырым айтты 3-2 деп. 3-2 ғой енді. Қыздарға да жаман ойнаған жоқ. 3-2 шапалақ. 4-1 да? Бірақ бұл жерде жаңағы 4-1 деп ойлаймын. Без шансов оту керек еді. Бүгінгі ойында жюриде кәдімгідей біздің ардагер жайдармашылар отырды ғой, біздің Марат ағамыз солар егер қағаз түрінде болмағанда осы жағдайдың барлығын реттеп отыратын еді негізі. Сәт күтіп барлығын әрине соның жертвасы қағазға жауап бергенің. Так, екінші мен осы тұста бар ғой, Жақанның өзім досым ғой, мен көрмей қалдым жаңа ойыннан кейін. Жақандікі дұрыс емес негізінде. Өзі КВНчик, бэкграунды бар, қалай ол? Неге қыздар скейге? Конечно, где? На вкус и цвет. Мысалы бар ғой, берсе Галюк беру керек еді хотя бы голосын. Потом ғалым туралы шутка болды, Балтовый шутка болды. Ғалым берген жоқ. Шапалақ анық ұтты ғой негізінде. Бірақ олар менің ойымша жаңа қағаздың жертвасы деп атқан себебім, анау шапалаққа беріп жіберетін шығар, анау да шапалаққа беретін шығар дегенмен қыздарды белгілеп, қыздар ұтып кетті. Просто қазір қағазбен ұтып кетті. Қағаз, бюрократия, в общем, Қазақстанның саясаты. Междурет шығар, по факту беру керек қой болды. Білмеймін енді, мен конкретика болу керек қой, бұл дейтін сол қазылардың тағдырын шешіп отыр ғой. Бағалау тактикасы өзгергендіктен шапалақ вообще алып тастау керек, баяғы 5-4-3-ті қойып кәм цифрмен өткізу. Мен бір нәрсе айтайын, шапалақ, бірақ шапалақ, егер маусым бойы санасақ, фолдар өте көп. Біздің жюрилер бұл форматқа дайын емес әлі. Командалар дайын, бірақ жюрилер дайын емес. Дайын емес анда, по факту бере алмайды. Талқы бірінші ғой биылғы маусымда, балағо деген понятие әлі қалып. Осы маусымда бірінші талқы отыр ғой, негізі айтатын болсақ, шапалақта биылғы маусымда фолдар өте көп болды. Даже КВН ғой, дұрыс қой деп Аллах бір жасайды, ол өте үлкен фол болды мысалы. Не болды? Өткен ойында фол. Жоқ, мен бар ғой, мен көптен берік жайдарман керіп көріп тұрған, мен шапалақтың или там жаңағы мен вообще қыздардың да қыздар скейтінде ешқандай қарсылығым жоқ аман. Может, осының алдындағы ойындарда біреу былай, біреу жыртып жүрген шығар. Мен бүгінгі ойында айтып отырмын. Бүгінгі ойында айттым ғой. Мен просто келесі командаға переход жасап отырмын. Заслугасын білмеймін бірақ. Келесі командаға переход жасап отырмын ғой. Где-то там за заслуги ушли. Жоқ, за заслуги. Мен айтып отырмын да, за заслуги, вот за такие заслуги. Заслугиге қазір келеміз. Келесі жұп. Кеттік әр жұпқа 5 минуттан, Давай. Осындай заслугалар үшін давайте былай келісіп алайық жігіттер. Мен біреуге сөз берейін, соны до конца тыңдайық. Сосын барып, әйтпесе мынау айқай болып кетіп жатыр біздің. Просто тамаша керек, мачан, просто түсінесің. Ішеміз қазір, алып келеді. Мынау ғой айқай шығар. Кім спонсор, Макси чай ма? Так, енді менің ойымша монтажерлар мына Ернар ағамыздың сөзін қиып алып, жюриларға жібереді деп ойлаймын, себебі қыз ба ол, кішкентай бала ма, ол үлкен шал ма, жасына, жынысына қарамай, нақты әзіліне ғана баға беріп, сол арқылы өткізу керек сияқты деп ойлаймын. Ол бірінші жұптың қорытындысы. Так, екінші жұп, бұл жерде Индір және Талант жайдарман топтары ойнады. Екеуі де Батыстікі, Атырау, Орал. Индір 1 балл, Ғалым Махамбетов берді. Және Талант 4 ұпай жинады. Қалай ойлайсыңдар? Енді Ереке, сіздікі соңына қойайық. Сіз точкасын қоярсыз. Сырым, Ехала. Талант маусым бойы фаворит болып келе жатқан команда. Өзінің группасында, жаңағы тобында фаворит болып келе жатқан команда. Интер 5 ұпаймен резервпен алынған құрама. Ол закрытый показда жаңағы Дежавюмен ойнап, Дежавюді ұтып алды да, 3-2 есебімен міне мында ойнап жатыр бүгін Талантқа қарсы. Бірақ та Талант биылғы мына ойыны полуфиналдағы, білмеймін не болған, бірақ мынау ең слабы ойыны биылғы маусымдағы. Мен көрген Таланттың ең слабы ойыны. Сондықтан Интер тасаттық деген шутка өте күшті шутка, күлкілі болды, действительно, неформат шуткалардың бірі ғой. Төсек алып кеп қойды, секірді. Каждый шуткасын ойынын талқыласақ, онда қазір үлкен дау болып кететін сияқты. Сондықтан да менің ойымша 3-2 Талант ұтты за счет старых заслуг. Төменірек ұстайсың микрофон. 3-2 өзінің бұрынғы ойындары үшін ұтты.
За заслуги ұтты дейді. По игре емес, за заслуги. Сізді соңында дедік қой, Ереке. Мен шыдай алмай отырмын просто. Так. То же самое, жаңа қыздарды айттым ғой. Тәжірибелі команда без шанса ұту керек еді. Сол сияқты ғой, за заслуги. Мен өз ойымды айтайын. Негізінде мынау резервпен өтті, талант бұрын жақсы ойнап келе жатыр еді деген әңгіме ол артта қалып қойды негізінде. Индермен жаңағы талант туралы айтатыным, бұрын мынау жақсы ойнап келе жатыр еді, мынау резервпен өтті дейтін әңгіме жоқ. Менің ойымша, по факту полуфиналға екеуі шығып тұр ма? Шығып тұр. Жекпе-жек ойынға шығып тұр ма? Шығып тұр. Кім мықты сол жеңеді ғой, болды ғой. Бұл жерде еркелік ештеңені көтермейді, ана ұрын бүйтіп еді, бұрын сөйтіп еді деген. Сондықтан да менің ойымша Индер жеңіп тастады. 3-2 болар мақұл. Бірақ керісінше талант емес, Индер жеңіп тастады. Бұл жерде де жаңағы қағаздың жазылғанның жертвасы қайталанды деп ойлаймын мен. Өткені барлығы қазір анаған беріп қояды, мынаған беріп қояды деп, ана талантты белгілеп жүрді. Индердің қай шуткасы қатты ұнады? Индердің қай шуткасы қатты ұнады? Индер дейтін басынан аяқ вообще демалдырған жоқ. Басынан аяқ, динамика, әзіл, шутка, музыка бәрі бар. Олар вообще демалдырған жоқ. Сол Дәулет нүктенің алдында сөйлеп қал. Бұл ойында енді жаңа айтты ғой, талант ол фаворит болды. Ол өзінің фаворит екенін дәлелдеу керек болды. Бірақ жігіттер өздері түсініп тұрды, ең бастысы олардың қалай финалға өткендігін жаңағы соңғы парадаледе балардың түрінен ақ байқалып тұрды, олардың іштей сезіп тұрғаны. Ол өте маңызды бұл жерде. Дәулет, сен қай отделдасың? Департаменттасың ба, қайдасың? Айтып тастасын, Ереке. Бітірейік. Қарның ашып отыр ғой, как раз сен. Енді бұл жерде таланттың еш кінәсі жоқ бұл жерде. Бұл жюриға қойылатын сұрақ, не себепті олар өтті деген. Ал балалар өздері, жігіттер өздері бұл ойында Индерға жеңілгендігін мойындап тұрған секілді көрінді маған. Жоқ, олар мойындамайды. Себебі олар басында действительно чоспен разрыв кетті. В разрыв өте қатты кірді. Дана Нұржігіт шығарды. Бәріне айтып шықты да, ең соңында Асхат Аймағамбетовқа ғана айтқан жоқ. Өте күлкілі болды. В разрыв кетті, что жюри отырған қазылар алқасы, олар уже ойша өз ұпайларын беріп қойды. Чостан кейін шуткаларға жетпей уже ойша өздерінің ұпайларын беріп тастады. Бірақ өкінішке орай ойын тек чоспен бітпейді ғой, ары қарай шуткалар болды ғой оларда. Сол өкінішті болып тұрды. Ар жағында 4 шутка ойнады, төртеуі де все, просат кетті осы жерде. Ол жерде тек ғалым ғана Индерге дауыс берген ғой, Жахан, Марат, Дана. Ғалым міне таза КВНщик берді дауысын. Кім мықты соған берді болды. Қарныңыз ашып отыр еді, мына ойынды көріп одан сайын ашқан шығар. Мен бір зат айтайын қазір. Мен өзім Атыраудікімін, Индер Атыраудың командасы. Мен бірінші рет келіп Индердің ойынын залдан көріп отырмын қазір. Көп болды ше көрмегенмін. Сосын енді бір зат айтайын. Анау Оралдың командасында Мейрамбек бар ғой, ол да Атыраудың баласы, Индердікі ол да. Тоже Индердің баласы. Бәрі өзіміздің братчиклер ғой. Мен олардың заслугасы туралы ештеңе айтпаймын қазір. Мен по игре айтамын. Да, может, фаворит болған болар, там, анау, любимчик. Егер бар ғой, фаворит болды, заслугысымен дейтін болса, сағыз чемпион болатын еді жігіттер баяғыда. Да, mesela, по заслугам болатын болса. Мен просто қазір ескі жараның бетін тырнағым келіп тұрған жоқ. Екі чемпионның ортасында отырып па? Екі чемпионның ортасында отырмын да. Егер бүйтіп сезондағы ойындарды есептеп беретін болсақ, онда бір 2 сезон чемпион. Соны талқылайықшы. Бүйтіп, жоқ, олай болмайды. По игре болсын да. Не істейміз мына ойында? Жоқ, былай, мына жерде былай. Жоқ, по заслугам болатын болса, Қорқыт баяғыда чемпион ғой. Бәрінің өзінің жарасы бар ма? Просто мынандай да. По заслугам болатын болса, мен істеудің мына жерде. Мен просто бар ғой, как по материалу айтайыншы, банағыдай. Басында былай болды. Индердің бірінші, чостан кейінгі бірінші шуткасы отырып қалды. Бірінші шуткасы отырып қалды. Затравщик дұрыс емес хабарлап қалды, арты қабаттасып кетті. Сол жерде запор болды да кішкене. Шутка де онша емес болды. Запороли сол жерде именно кроватта секіріп, шутка жоқ онда. Бірінші шутка керек емес еді. Бірден стриптизден бастап, тасаттыққа қарай секіріп кету керек еді. Сол жерде резко разгон алған кезде бірінші шутка түсіп кетті төмен қарай. Ал неде? Талантта басын айырды да соңғы 3 блок просто не о чем был. Тишину ойнап шықты өздерің көріңдер. Анау клемді алып шығып бір семен ойнаған кезде түсінген жоқпыз. Просто заход болды. И то заходты түсінген жоқпыз. В чем проблема? Кім антагонист, мысалы, білмеймін. Вообще не болған жоқ. И ол ана жерде бар ғой, қатты просат болды да, қатты просаттан кейін бір шуткамен реабилитация жасау керек еді хотя бы.
жоқ, одан кейінгі шут тағы одан сайын просат берді, содан кейін одан сайын үшінші шут просат берді. Еще соңында кодыда шутка болған жоқ, просто серьезно әңгіме етіп кетті. Сондықтан да по материалу қарайтын болсақ, 3-2, по идее, талант жеңіліп қалды. По игре. Жеңіліп қалды, иә. Жеңіліп қалды. Ойында жеңіліп қалды негізінде. Ойында жеңіліп қалды по игре. Бүгін жеңілді талант негізінде. Бұл бар ғой, талант, мына сен сөзіңе қосылам. Акиматсыз да болмайды ғой. Сен сөзіңе қосылам, неге? Потому что ан жерде былайда, бұл жерде жігіттердің қателігі емес, талант бұл жерде біз талант онша емес команда деп жатқан жоқпыз. Әзілдері осы ойында онша емес болды да, кейбір. Әрине, талант жақсы. Бұл Жақан сияқты кісілердің қателігі ғой. Марат жаңағы бар ғой. Енді мына бұл жерде Марат та берген ғой, ана жаққа, сосын айтып отырмын. Иә, дұрыс айтасыз. Енді қараңыз, мына мүмкіндік ешқашан келмейді. Аймағамбетовке олар ұнайды ғой, потому что олар алдыда Аймағамбетовке түкірме десең. Бәріне прикол сатты да, Аймағамбетов туралы дегенде, о кісі бірдеңе мықты емес па деп кетті да, бүйтіп жайлап былайынан. Конечно, сосын Аймағамбетовке ұнайды ол команда. Жоқ, олар просто бұрыннан фанат болып келе жатыр олар талантқа. Сондықтан берді. КВН-да білесің ғой, брат? КВН-да ең дешевый юмор не саналады? Қазылар алқасымен юмор, жюри. Любой КВН-да юмор. Қалай сен жасағаныңа байланысты ғой. Оңай ход. Оңай нәрседе сен летқа бердің, қазылар алқасы ұялып күліп отыр, зал оларға қарап күліп отыр. Ол считается негізі ең дешевый юмор болып. Бірақ бізде бүгінгі таңда бізде Қазақстанда сондай юморды өте жақсы көреді. Біз онымен ештеңке істей алмаймыз. Біреуді төмендету. Чевурин айтты ғой, әзірден 550 түрі бар жазылатын деп. Кім жеңді? Мына жұпта. Индер жеңді. Қанша счет? 3-2. Мен 3-2 деймін. 3-2 Индер. 3-2 сен талант жеңді депсің да? Мен талант жеңді деп. Келес неге өтпей тұрып, ерекес бәрін по факту айтып жатыр екенсіз. Ескі жараны не істедіңіз ғой, тырнадыңыз ғой. И бұндай мүмкіндік ешқашан келмейді шығар. Өз аузыңыздан просто естігім келіп отыр. Финал 2015. Күлтегін честный чемпион болды ма, жоқ па? Иә, по игре честный чемпион болды. Мен айттым. Мен біздер чемпион едік қой деп тұрған жоқ, мен айттым. Егер заслуганы есептейтін болсақ, біз чемпион болатын едік қой деп жатырмын. Сендердің географиялар мен биографиялар Тұратыр, біздің өзіміздің өзара шешіп алайық. Жоқ, атақ финалдан кейінде біз Катямен отырып сөйлесіп, Катяман телефон соғып, астында қырғын адам 600 комментария Күлтегін оңбаған, сатып алған дегендер болды ғой. Жоқ, қазір сен... Жоқ, Күлтегін таза чемпион. Менде Күлтегін чемпион болғанына ешқандай не жоқ. Мен просто сырым айтты ғой, жаңа заслуга деді ғой. Заслугамен болса, біз финалға дейін қопарып келдік те, финалда да проиграли. Енді география, братан, айттым ғой. Да. Жоқ, жай ғана осыны естігім келді да, просто по факту айтылып жатыр екен. Көп рахмет деп жылап жіберсең. 2012 финал деп бастап жатсың. Қаншама сөз естідік деп. Так, келесі команда, бұл енді осы жерден бастап жюри Әділғазы алқасы дұрыс жұмыс жасап бастады деп есептеймін. Екі қателік жібергеннен кейін. Мен де байырдан айтқым келіп 2013-тен. Мәди Манатбектің қазір жюриде отырмаған қалай жақсы. Мүмкін. Екі команданың соны қозғағылар келіп отыр ма? Бастайын ба? Жоқ, осы жерден тоқтайық. Негізі бұрынғы ойындарға да талқы жасауға болады екен. Қарның ашып отқанда бауырыңның етін жемейді шығарсың. Қарның ашып отыр деген сөздің қай мағынасында да қарным ашып тұр қазір бар ғой. Кеттік онда. Келесі ойын жұп жаңа өзен көркем әлем, не хабар көркем әлем және медиум 5-0 болды. Мен бір зат айта кетейінші, бірінші рет айтайыншы мен. Бүгін жалпы осы 10 жұптың ішінде, 10 команданың ішінде бүгінгі ойын финал болса, Жаңаөзен чемпион болды. По игре бүгін бәрін ұтып алды. Жаңаөзен екінші орынды менің мнением Эверест, үшінші орын Талдықорған. Шапалақ үшінші орын алды бүгін. Қалған өздерің бердім қалған орындарды сендерге. Мен осы үш орында мен фавориттерім бүгінгі осылар. Нишін Нихабар жеңді деп ойлайсың? По всем креті. Мен бір зат айтайын. Бүгінгі ойында Нихабар неге жеңді? Потому что күлкілі начало, күлкілі середина, күлкілі конец болды. Күлкілі конец болды дегенде анау журналист ағамыздың цитатысын айтты да, кім Бейсен Құранбектің сөзін айтты да, артынан мен просто андай командаларды жақсы көрмеймін да, артында бір серьезно әңгіме айтып кететін бар ғой, андай жыртып келеді де, соңында чоста келіп, мынау дейтін анаң емес пе деп бір мама туралы тақпақ айтып бір нефтем алдап жіберетін бар ғой. Ондай болған жоқ та, келді, соны айтты да, и то шығып баратырып юмормен добивать етіп кетті. Юмор болғасын,
бүкіл жерге юмор тығу керек та, тек қана басына, тек қана жүрегі, тек қана ортасына емес, соңына дейін сахнадан шығып бара жатқанға шейін тығып кету керек қой, до последнего. Мен соны істеген бүгін Жаңаөзен. До последнего. Мен толықтай келісемін. Енді медиумды тыңдап жіберейік. Медиум туралы ойың. Не үшін жалпы әзілдерінің идеясы бәрі жақсы болды ғой негізінде. Медиумда дайындық жоқ. Мен ойымша дайындық жоқ. Бытырап, ылдырап бір балаға 850 мың текст алып алған, өзі ортада тұр, командасы өртеніп тұр, өзі жанып тұр. Балдар күйіп кетті, короче айтқанда. Материалды да мен айтам, даже ана материалмен де ұтпайтын еді, егер аяқта тұрса бар ғой, мен қатты деп айта алмаймын ана материал. Потому что Жаңаөзен андай характермен наглостьпен алып кетті. Оларда бар ғой, материал қатты болған жоқ Жаңаөзенде. Просто наглость болды да, все болды, соны наглостьпен алды. Сәл заттарды алды да, езіп жеткізді халыққа. Амналар бар затты жеткізе алмай қалды халыққа. Мен ойым. Түсінікті. Жоқ, Жаңаөзен ешқандай мүмкіндіксіз ұтып тастады. Бүгінгі ойын. Тем более олардың осындай мықты ойыннан кейін Тараз уже мына жерлері өртеніп шықты ғой, примерно. Өздері өртеніп шықты да, оттан самай лапылдады сахнада. Егер медиум бірінші шыққанда мүмкін басқаша ойнар еді. Шамалы болса да медиумда болады, бірақ медиум жеңе алмайды бәрібір. Негізі қандай материал болса да жеңе алмайды ананы. Кешіңіздерші. Может, команда қабаттасуға чемпион екенсің. Айтайшы, егер медиум алдында шыққанда, Жаңаөзеннің соңғы бар ғой, айырып келді де, және Ернар айтып отыр ғой, айырып келді деттің, музыканы қосты, свет өшірді, әдемі қылып өз-өздерін шығарсады ғой, тупо өздерінің волнасын алды, гасет ұстады, келесі команданың өзіне шығарсады. Тактически өте дұрыс нәрсе. Не хабар көркем әлемді айтып отырсың ғой. В целом дұрыс нәрсе де андай бабах еткен волнаны өздерінде загасили да, былайша айтқанда. Мысалы, бір командалар ойнап жатады ғой, біз бір мысалы командалар ойнап жатқанда бір тесіктер болады, көресің. Біз көреміз оны, КВНщиктер, халық көрмейді. Жаңаөзенде тесіктер болды. Көрінген жоқ, олар көрсеткен жоқ олар. Мысалы, мынандай заттар бар, ал мысалы медиумда халық тесікті көріп қалды да, біз ничего, халық КВНщиктер. Ол жерде жаңағы затравщиктар шықты, әбәп деп тоқталған жоқ па, Төлебиде ондай болды, жарайды, Төлеби келесі жоқ қой. Но жаңағы медиум егер алдында шыққанда, мүмкін ондай болмас еді ойын. Қатты жеңілмейтін еді, иә, келсем. Бірақ та көркем әлем не деді? Біз 8 жыл ойнап, 2 жыл күлдірт келеміз деді ғой, действительно 8 жылдың опыты міне Бесжансақ ұрып жатыр. Еще самоирония бар да оларда. Бесжансақ опыты қайда, онда айтшы. Бірінші сезон ойнап жатқан команда, жаңағы 3-ші орын деп жатсың ғой, братан, Бесжансақ онда ұру керек еді, жаңағы көркем әлем сияқты. Балдар уже Бесжансақ. Ал Еламан Тараздағы, қазіргі Жайдармандағы восходящий звездалардың бірі, ол бала келді де өзінің сопернигі өте жақсы ойнап тастағанын көрді де болды, потерясы қалды. Жан кетті. Жаңған емес сияқты, ол бала тағы да телепроекторде ведущий, ол жүргізуші, ол мен сомневаюсь, ол сахнада жанғанына. Олардың дайындықтары аз болды. Негізі ол сол жану деген. Жану деген ол жану деген сол емес. Жану деген менің ойымда. Сен Дәулет жандырмаш. 2013 жылы мысалы жартылай финалда біз редактурада өте әдемі ойын көрсеттік. Негізі 2013 жылы. 13-те ме 12-де ме ол? 12-де қойдым даже. И сол кезде редактурада бүкіл командалар сценарий бойынша, материал бойынша мықты болып тұрдық. Барлығы енді айтып келіп нететін. Сахнаға шығып, вот сол кезде жану деген сондай сияқты. Бар материалды көрсете алмау, ол жану, менің ойымша. Ал ол балаларда не сценарий жоқ, дайындалмаған, не отточка жоқ. Кім қай жерден шығады, қалай шығады? Жоқ, ана балада, просто мынандай да, мен сен сөзіңе келсем, просто ана бала бар ғой, шыққан, мен атын білмеймін, ортада фронтик шықты, Еламан ба, Еламанның текст андай болды да, мен кейбір жерлерінде қарап отқанда тамаша қарап отқан сияқты болып қалдым. Неге? Потому что ұзақ әңгіме, бір шуткаға келатыр, ұзақ әңгіме да, подводкасы ұзын. КВН дейтін, сұрақ күлкілі, күлкілі жауап, күлкілі ответ, күлкілі комментарий, вот тика-така. Ондай болған жоқ, осындай болды да, андай игра в одни ворота дейді ғой, өзі ойнады, ұзақ болды да, вода көп болды конкретно. Жоқ, негізі солай ұзақ сөйлеп те күлдіріп жүрген бала еді ол.
Может. Иә, өзінің стилі сондай. Ол бүйтіп айтып мен бірінші рет көрдім бұл команданы. діңк еткізіп, айтып келе жатып, діңк еткізетін жерлері бар еді ол баланың. Медиум өткен Бірақ бүгін енді оларда панч болған жоқ. Өткен маусымда медиумда мен көрген 2 ойында олар потолок қойды. 2 ойында. Вот сол оймен мен салыстырып отырмын да, ол жерде жаңағы қысқа нұсқа отточка көрініп тұрды. КВНщик кәдімгі нағыз КВНді көрсетті. Ал осы жерде как будто бір апта бұрын жиналған команда сияқты ойын көрсетті. Жоқ, бір апта емес. Өткен маусымда медиум соңғы 2 бір ойынын апта бұрын жиналған. Оған дейін тоже жоқ, басқа команда болып тұрды. Дәл осындай медиум болып тұрды. Одан кейін өткен маусым соңғы 2 ойындағы медиум оянып, келіп, міне бүгін қайтадан халықтың сүйіктісіне айналып келді де қайтадан жанып кетті. Болды, жаптық қомна. Бір ғана Нихабар көркем әлемге бір ғана айтарым, жаңағы жизаны қолданған кезде сол жерден сақ болса деген бар. Бірінші әзіл болды ма, оларда Африкадағы әже деген. Ол местный аудиторияға, яғни өздерінің жаңаөзендікке түсінікті әзіл екен негізі. Ол сол жақта жаңа сұрау естуімше бітпейтін бір шөл бар дейді. Иә, ол өте өтімді болған екен өз жақтарында. Ал ол жалпы Қазақстанға ортақ. Иә, вот сол жағынан өте абай болу керек негізі. Мүмкін, иә. Жоқ, по-моему, абай болғанда бар ғой, былай ғой, ол жерде мысалы жюрилер бізде Қазақстанның түкпір-түкпірінде болып жүрген адамдар. По-моему, олар 5 очконы да берді, значит, түсінді деп ойлаймын мен. Басқа әзілдер құтқарып кеткен. Жоқ, ол шуткіге бола оның. Жоқ, мен оларды одан сайын жақсы болсыншы деймін да, финалда. Бірақ соны ескерсе деп құлақ қағысты оларға. Ұлттық қарым-қатынас жағынан дұрыс айтасыз. Әкімшілік всегда прав. Кеттік па? 3-ші жұп па? 4-ші жұп. Енді 4-ші жұп бұл жерде Шымкенттің Төле би командасымен Эверест. Төле биге 1 балды Марат берді, қалған 4 ұпайды 4 адам. Төле биді бар ғой, чуть-чуть жалқы болды бүгін. Неге? Ақшасы көп шығып кеткен үшін ба, әлде әзіл үшін ба? Сломдар болды, әдемі болды. Сломдар болды, башка элемент емес, шоудың элементтері болды, рефрендері болды, әдемі. Бәрі әдемі. Просто Эверест сильная команда. Просто сильный, Эверест сильный. Эвересттің мен енді 2-ші орынды не зря бердім оларға. 2-ші орын не үшін беріп тұр, 1-ші орын беруге болатын еді. Олардың ана Черчес дейтін блогы арты смазанный болды да. Точка болған жоқ сол жерде. А так плотный болды юморлары, остроумный. Оны қашан қосып қарасаң да, кім қараса да күлетін шутка енді. Сәл миы бар адам болса түсінеді ана шуткалардың бәрін. Олардың тіпті даже ана Төле биге жасап кеткен нәрселердің бәрін бір фразамен өртеп кетті ғой мысалға. Шымкенттік жылқыларға алматылық айғырлар деген сияқты. Олар противоход жасады еще ана. Президентпен противоход жазды, противоходтары болды, и из-за этого они. Олар, короче, бар ғой. Шахмат ойнағандай ма? КВНский стратегиямен ойнады олар. Просто противоход жазды, әдемі өтіп кетті. Енді жігіттер, Дәулет тыңдап жіберейік, сіздер соңына қарай қалдырып та. Картаны араластырғандай. Дәулет кеттік. Енді бұл жерде ескеретін жай бұл жартылай финал. Жартылай финал бұл жаңағы тур емес бір жай ғана. Осы ойынды ғана көріп, ойынды бағалайтын менің ойымша, менің көзқарасымда. Жартылай финал деген ол ең маңызды ойын ғой негізі маусымда. Финалға апаратын жолда ол. Сондықтан бұл жерде негізі өткен маусымдағы емес, осы маусымдағы ескерілетін дүние негізі. Енді жаңа Төле би егер басқа ойындарда да енді осындай қатты басымдылықпен егер жеңген жағдайда осы ойында негізі олар ұтып кетуші еді негізі. Менің көзқарасым бойынша. Бірақ Эверест нағыз осы маусым бойында әдемі ойын көрсетіп, және де осы жартылай финалда нағыз жайдарманшы ретінде КВНский ойын көрсетті да, ешқандай қатты реквизитта болған жоқ. Бұл нағыз студенческий ойын ғой негізі жайдарман. Таза КВНский противоходтар болды, зубастый, шуткалар зубастый болды енді. Олар упорды әзілге қойды да, реквизитқа емес бұл жерде. Соның барлығы бұл үлкен не ғой негізі, ананың барлығын ескеріп шешім қабылдау керек жартылай финалда. И осы жерде менің ойымша Эверест бар ғой, мен өзім көзқарасым саған сөзіңе толықтыра кетейін. Вообще Төле биден 2 басқа жоғары тұрып, 2 басқа, бір емес, 2 басқа. Просто Төле бидің соперник емес болды. Төле биде вообще лажа ештеңе болған жоқ, материал күшті, бірақ ол соперник емес, просто мен ойым. Бір нәрсе айта кетейінші. Иә, действительно сіздердікі дұрыс, бірақ қалайша болды, иә?
осы сұраққа жауап бір біріне келісетін адамдар жиналып қалған ба бүгінде? Қалай болды деген сұраққа жауап берейікші. Антагонист болмай отыр ғой. Мына сұраққа жауап берейікші. Қалай болды? Мен наоборот келісіп тұрған жоқпын, мен наоборот жауап берейін деп тұрмын. Қалай болды? Төле би жаңағыдей жақсы материал өте жақсы болды. Мынау Төле бидің биылғы ойындағы ең патолог ойыны болды. Группада жай ойнап келе жатқан команда бүгін действительно юмор көрсетті, референттер көрсетті, шуткалар, реквизиттер өте жақсы юмормен келді. Чуть-чуть поздно начали. Да, согласен. Сондай да, бірақ та егер де Эверестті Төле бидің алдына қойып қойсақшы, президенттері кірмейді, жылқылары кірмейді. Жоқ, ол қойылмайды, ол бәрі уже заранее решенный. Почему заранее решенный, да? Мысалға вопрос. Давайте о чесноте поговорим, да, мысалға. Неге? Так же тоже нельзя, кому-то же тоже. Жоқ, неге, почему нельзя? Ол вопростың бәрі редактураға. Егер әдемі противоход жазып тұрса, неге ойнамасқа? Жоқ, шоу ретінде өте әдемі. Мысалға, просто онда противоходтарды сәл ойлану керек сияқты. Ойлану керек. Жоқ, бұл жерде редактор қойып тұр ғой. Просто көрермен де ол сұрақты ертең қояды ғой. Егер аналар ана әзілді қоймаса аналар не істеуші еді деп. Жоқ, олай емес қой, бұл жерде сырым олай емес, анау не істеуші еді дейтін жоқ қой. Не істеуші еді, вот именно сұрақ. Может, одан да күшті бірден ойнайтын шығар. Просто мына жерде мынандай зат бар да, КВН, оның ешқандай границасы жоқ. Умеешь шутить, бірінші шутить ете, умеешь шутить, екінші шутить ете бер. Проблем жоқ ол жерде. Ол шутка болмаса, значит, одан да мықты шутка болады шығар ол жерде. Просто бұлар сондай момент тап болды да, олар екінші шығу керек болды да, просто противоход жазып тастады. Жоқ, ол дейтін бар ғой. Бұл жайдарман находчивость. Я понял. Бұл жайдарман талқылап отыр ғой. Ертең бізді көрген кісі айтады ғой, так, ну не деватор дейді де, он будет пересматривать. Тем самым мен жоқ, мен бар ғой, мен просто сомневаться етпеймін, то что оларды бірінші қойып қойса да, олар на голову выше ойнайды. Түсіндім ғой. Мен бір нәрсе айтайыншы осыған ше, онда былай жасайық. Айтыс құсатып, Төле би артынан тағы бір қайырсын. Анаған ше, суырып салсын әзілді. Қарымта ма? Қарымта. Онда шапалақ қайттан алып келсін. Онда шапалақ точно өтеді ғой. Егер деген сұрақ бәрін мазалайды ғой, ол тек қана жайдарманды емес. Шапалақ отып атсақ қана бәрі. Сондықтан бұл бәріне противоход жазып. Егер деп көп нәрсе айтуға болады. Рамазан дауысы естілді ма? Рамазан бар ма? Рома дұрыс айтып отырық па? Кеттік, давай. Жоқ, енді Төле бимен неге байланысты айтып кетейінші мен, бірақ бір не да, енді действительно Төле бидің де біз болды, уж потолок қойып тастадық деп, мысалы, Эверест қалай болады екен қазір деген секілді болды ғой, ой дұрыс па? Ана Төле би андай ойын көрсетіп тастағаннан кейін. Бірақ Төле биден ондай ойын күткен жоқпыз. Төле би кәдімгідей қылышын, жүзін кәдімгідей жылтыратып қайрап алып келіп, шауып тастадым деп ойлады ғой. Эверест келді, қылышының екі жағында қайрап алып келді да, вообще өзін шауып тастады болды. Мен ойымша 3-2 соны кәміз. 3-2. Давай қылыш деп. Неге? Болды, кеттік, арғай. Жайын, саным білік та. 3-2, мен ойымша Эверест ұтты. Эверест ұтты. Эфирларың жоқ па, көптен жеше жеттер көп сөйлеп отырықтар ғой, что-то. Кеттік, арғай бастайық. Сен просто орысша лигада ойнап. Жоқ енді, көп сөйлеп. По факту ғой, тың. Біз бар ғой, қазір біз медиум болдық мына жерде бар ғой. Медиум деген, кстати, орташа деген сөз емес пе? Иә. Действительно, бүгін орташа олар. Медиум прожарка. Медиум прожарка, орташа. Еще ет дүкеніне қарсы да. Кетіп қой, талқы болғасын ойымыз айтып жатырық. Сен мен қарным ашып тұр. Басыңды билік қысып барады ғой кәдімгідей. Кетіп кетіп тұрмын. 4-ші жұп. Мен ненен бірінші айтып тұрып кетейінші. Тарт қолыңды. Кеттік, Нұреке. 5-ші жұп па? Жоқ, бүйтейік. Банағына бар ғой. Ұпай сандар ма? 4-ші жұпқа шот қандай? 3-2 мен соны сұрап отқан шығарым. Жоқ, соны айтайын деп отырмын. 3-2 мен ұмытып кеттім просто. Мәтжан кешірші. Сен семейский командада сөйлерсің. Мына жерде олай болмайды. Біздер семей асығыспыз да өзі сондай. Жоқ, мен асығыс семейскийді бірінші рет көріп тұрмын. Олар жай ғой. Потому что не настоящий семейский. Кеттік. Не ол? Төле бимен неше? Ұпай саны қалай? Ұпай сандар, иә? Ұпай саны неше? 3-2 Эверест ұтып кетті. Өз сөйлемей қалған. Жоқ, ол 4-1 болды ғой да? Нормально, келсем 4-1-ге. Дәкш. 3-2. Бірақ ол қалай болса да жеңімпаз ғой? Эверест ұту керек та. Енді бұл жерде кішкене спор көп болуы мүмкін. Себебі Алатау SU 0, Жуалы 5 болды. Көрдіңдер ойынды. Екеуінде манағыдай болды. Біреуінің басы жақсы, біреуінің аяғы жақсы деген сияқты. Сол туралы аш адамнан бастайық. Мен айта кетейінші. Айтқым келіп бат, ұмытып қалам қаты. Алатау SU
бүгін слишком әлсіз ойнады. Бір дейтін шутка болған жоқ қой ішінде. Ана жерде бір сотталып жатырмын деген жерде бір хақ дедік айтпақшы. Мама, мен сотталып жатырмын дейтін жерде. Болды, мен запомнился, мен саған сол жер тек қана. Дана Нұржігіттің өзі айтты ғой, әзілдеріңді қайдан, билерің мықты екен деді ғой. Действительно, енді вообще КВНчик адам емес адам айтып тұр ғой енді. Слишком әлсіз ойнады, иә? Олар 0 деген действительно 0 болады. Бірақ бүгін Жуалы да қатты ойнаған жоқ. Жуалы да 8 шутка тұрды сахнада, бірінші шуткасы кірді. АЭС дейтін бар ғой, нупага дейтін не сияқты қылып алдыртып. Может, мен мана далада тұрғанда да осы әңгімені әңгімелеп қалдық та, может, Рома кесіп тастаған болар деп ойладық ар жағын. Потому что интересный ар жағында айтты, АЭС, мен сен жеймін деген бар ғой. Сондай ар жағын может развивать етсе, ол әдемі шутка. Бұлар енді бірақ ондай күшті ғой. Бұлар каратыш ойнайтын команда ғой енді. Күшті ғой дейсіз ба? Мен сен жеймін деген жері акиматқа ұнап. Әкімшілікке ұнап тұр ма сондай шутка? Акиматқа мен сен жеймін деген жері. Мен сен жеймін деген. Негізі ты меня слышишь ғой. Сол, общем бар ғой, сол шутка кірді, ары қарай каратыштердің ешқайсысы жұмыс жасаған жоқ. 2 аю ойналды кірген жоқ. Не болды тағы? Мен даже есімде жоқ. Аю 2 болған білем әйтеуір. 25 Рома не болды? Рома 30 март. Бүтік, одан да еске не қалған? Есте қалғаны выход. Жоқ, чоста, чос, әкім, педиди, әкім, аюға дейін бәрі кайф, АЭС-ға шейін. Болды, ары қарай 7 шутка жұмыс жасаған жоқ. Тағы педиди болды. Жоқ, просто олар бар ғой, Алатау SU-ді чосымен отып алды, бірақ енді біз анандай күтіп қалдық қой бірдеңелер. Ана апта дейтін шуткасында мен қатты нәрсе күттім. Жұма, суббота болып тұрды ғой, понедельник. Сол жерде алдап кетті. Олар, потому что ол олардың шуткасы емес қой негізінде. Олардың формат. Олар ондай шуткалар сендердікі еді ғой. Местныйдан ба бір жерден алып қолдана салды ғой балдар примерно. Олардың стилдегі стилистикасына жатты кішкене. Мен ойладым бір жерінде слом болатын шығар деп до конца күттім. Андай бір неге біз андай шутка ойнап жатырық деп бітірсе де оларға үйлесетін еді. Олар кәдім логика тықты да ішіне кәдімгідей. Вообще оларда нелогично болды ғой. Өзгергілер келген шығар. Сол. Ешкімге жаздыртпай өздеріңіз ойнаңыздар. Сәке? По КВН-ску айтқанда маған Алатау SU чуть-чуть жалко болып қалды. Олар дайындалып келді, реквизитпен біз болды. Ни туда, ни сюда, мы скорее всего. Сен жюриге отырғызбау керек. По-моему, бар ғой, Төле бимен бар ғой, Жуалы ойнаса бүгін. Төле би жеңіп кетуі мүмкін, мен ойымша. Жуалыны. Бірақ группа ғой, группа. Ну, вообще деймін да, мен просто. Мен де келсем. Соған соперник сол болды, короче. SU-ға SU-дің сопернигі медиум екеу жарысу керек еді. Қара, по уровню юмору, по уровню подготовки осылар келеді. Вообще, банағыдайда соперниктер бір-біріне сай дайындалып келмеген, короче, айтқанда. Немене, аз болды ма енді? Шеше алмайды ғой алдын ала. Жоқ, мен вообще просто мен разнообразие етіп көріп жатқанмын. Концовочный ход ұнады да, полуфиналда жаңағы Алатау SU-дің пойызбен келгені, жаңағы еще ойынды бәрін жауып отыр ғой, жаңа командалар шығып жатыр, кіріп жатыр, ұшқанда өте күлкілі провожающий. Ход әдемі. Өте күлкілі нәрсе, ертең эфирден көресің, действительно, да? Жоқ, олар әдемі ғой, бірақ қара, ол шуткілер бар ғой, андай болды да, неуверенно берді олардың бәрін. Олар көріп өттік қандай, сенбейді, өзі сеніп тұрған жоқ айтып отқан затын. Целым, өйткені ойын просат кетті де оларда, из-за этого өздері сенбей жатты. Жуалы шықты, бірінші шуткасы балаларға қарсы ойнап атқандықтан, белый вечеринкадан басақ, все болды ғой. Болды, Жуалы сахнаға шықты, бүкіл оларға дейін шыққан командалар PDD-дан кейін ұмытылып кетті. Жоқ, просто олар алтан басында чоспен планканы көтерді де, артында каратешілер ол планкаға жетпей қалды, короче айтқанда. Болды. АЭС соның волнасында жеткілікті болды ғой. Жетпей қалды. Енді әзілдердің барлығы өте бермейді ғой, всегда. Солай болады ғой. Жоқ, енді 8 шутка тұр, жетеуі жұмыс жасамай қалды аслында. Жоқ, мықты шуткамен бітіре салу керек. Сен чостан да мықты өсіп кететін әзіл жазу қиын ғой, былайша келгенде. Чост жазу оңайырақ қой әзіл жазуға қарағанда. Негізінде спорный момент бұл жерде. Жуалы бір нәрсе. В основном чост жазу. Жуалы келді де өздерінің опыттары. Жоқ, вообще Жуалы бар ғой, бүйту керек еді. Анау SU-мен ойнап отыр ғой. Жуалы сол чост ойнау керек еді. Бірінші АЭС деген шутка ойнап, просто кодға шыға салу керек еді финалка. Финалкада бір шутка айтып кете салу керек еді. Ана 6-7 шутканы алып тастау керек еді, болды. Түсініп тұрмын. Бірақ Жуалы келді без шансов.
на опыте проехались қой, былайша айтқанда. Бірақ сонда да Алатау СЮ-ді құттықтап қояйық, олар Белоруссияда да өнер көрсетіп жатыр. Ол жерде просто мынандай моментта, ол да біздің Алатау СЮ счет 5-0. Мен келсем 5-0. Мен 5-0 деген келсем, жуал 5-0. Алатау СЮ айтып болдыңыздар ма? Мен бір айтарым бар еді осы жерде. Алатау СЮ жаңағы анау шетте тұрған бала, ол усиление қосылған, ол негізі олардың командасында емес етін олар. Қоңыр костюмдағы жігіт. Оның стилі мүлдем бөлек ол команданың. Бұл жерде екі стиль бір-біріне сіңісе алмай қалған сияқты мына жерде. Ана біресе жаңағы өздерінің ол темппен да Алатаудікі, ал ана баланікі ол жай басар, ол сөйтіп әзілдейді. Ана балаға упор тастаған кезде түс кетеді қайта. Аналар қайтадан көтереді. Сондықтан бұл жерде өте сәтсіз болған сияқты осы ойында екеуінің, егер Алатау чисто өздерінің стиліндерінде ойнап шыққан кезде, олар драйвпен ойнайды. Коннект болған жоқ. Иә, коннект болмады. Сол жағынан біраз сәтсіз болып қалды. Ол бала сезон бойы ойнап келе жатыр негізі. Ойнап келе жатыр ол. Маусым бойы ойнап келе жатқан бала. Сол баламен бірге ма? Биылғы маусымда сол бала ойнап келе жатыр. Сол балаға осы ойында слабы жазылған. Мүмкін, бірақ бұның алдындағы ойындарда ол баланың жақсы тандем болған кездері болды. Мықты каменный бала негізінде ол бала бар ғой. Мен ұнайды ол бала. Мен вообще өзім как КВНщик ретінде өзімнің былай қалай айтамын, солидарность дей ма, КВНский симпатиям бар да, жақсы игрок өсіп жатқан бар ғой Қазақстанда. Сол банағы атын білмеймін. Ерекше. Каменный да, ол баланың мандражы көрмейді никогда. Мана бәрі өртеніп жүргенде ол баладан өрт көрмейсің. Ол кіріп атқан жоқ па? Ол өзінің басқа әлемінде жүрген. Да, өзі. Потому что даже Қайрат бар ғой, банағы недегі, оның өртенгенін көріп қаласың анда-санда. Жуалда. Ол бана басында чосто уверен тұрды, таң, кірмеген шуткілерде уже ол теряется. Ол екінші аюда уже. Ол сол көрінеді бар ғой, ана баладан көрмейді ол. Екінші аюда Қайрат өнер ғой, өйтіп көрсетті. На харизме, на опыте, да? На опыте, на харизме наглость бар, енді уверенность бар, енді оның бәрі. Сосын возраст. Енді резерв, е? Менің мына жерде Алатау СЮ туралы бір нәрсе айтқым келіп тұр. Нұрдәулет қой деймін, несі. Главный игрок, очки киген дәнекерге ұқсайтын жігіт. Соңында қоштасқан кезде музыка ойнатты, олар поклонда биледі ғой. Сол кездегі өзіне деген сенімділігі ойынды кезінде, шуткын ойнағаны кезде керек етті. Потому что ол ойнап болды, еркін ұстады да өзін қатты өте харизмасымен билетті. Мен айтам, неге сен ойында осылай ойнамадың деген сұрақ болды менде. Яғни ол өзінің переживаниясын, энергияны биг емес. Ол жерде ондай емес сияқты, ол просто ойланып, переживать етіп, шутканы дұрыс ойнай алмады да. Уже болды ғой, поклонда. Тәжірибеде жетіспеді деп ойлаймын. Поклонда терять нечего деді да. Жетіскен жоқ оларға. Қатты билеп тастады. Менің ойымша сол энергиясын ойынға салу керек еді. Сол кезде жыртатын еді. Негізі мықты игрок маған ұнайды мысалға. Енді маусымдың аяғында сөйтіп жатқан жоқ па? Мынау полуфинал ғой, енді жартылай финал. Қазір бәріміз келіспейтін бір-екі команда бар. Жеке-жеке мана Марат Достаев ағамыз айтып кетті, бірақ сонда да кім резервпен өту керек сіздердің ойыңызша? Вообще резервпен ешкім өтпеу керек. Пускай жюрилер өзінің ошибкасын көрсін, финалда бар ғой. Өтпесін, обалына қалды, до конца қалсын. Келесі жылы фестивальде келіп, аналар өткізіп, доказать етіп, соған кәм жазып, кек қылып, соны до конца қылып. Неге өткізеді? Неге өткізді? Мен түсінбеймін. Онда неге бана басында өткізген жоқ? Қашан бітеді осы тема? Резервпен вообще өткізбеу керек. Осы тема қою керек қой. Или бір адекватны, просто полуфиналда адекватны адамдарды қою керек. Без задач. Ладно, Дана Нұржігіт кішкене жақсы, ол отсын. Бірақ Жахан да шайып кетіп тұр ғой бүгінде. КВНщик деп отырған Жаханымыз шайып. Жоқ, Дана Нұржігіт отырсын, Жахан отырмасын. Сенген серім сен болса. Жахан. Жоқ, Дана Нұржігіт бүгін күшті әңгімелер айтты. КВНщик сияқты рассуждать етіп отыр да, материалдарды. Жақсы берді ол кісіне. Жахан тек деп қалды. Білмеймін неге Жахан үйтіп қалған. Жоқ, менің ойымша бар ғой, ешкім договормен алмау керек. Ешкім договормен алу керек. Ол урок болсын бәріне. Мына жаққа да урок болсын, ана жаққа да урок. Да, ұтты негізінде. Өткізбейсің бірақ та, көрсін анау. Келсін ертең, көрейік, анау өткізді ғой, ана команда қалай докажет. Вообще, екеуі салыстыратын команда емес. Аналар бар ғой, балдар андай ғой, оларға бүйтіп материал берген, олар соны жаттап алып ойнап жүрген көрініп тұр сырым. Кім? Мана қыздар. Да. А балдар от души, они кайфуют на сцене. Олар кайфовать етіп отыр. Олар өзінің материалын, өзінің жүрегінен, ойынан шыққан затты залға айтып кайфовать етіп тұр.
ана балдар уже білет анандай не да почему уже. біз только шапалақты резерв ретінде рассматриваем? Неге интер? Шапалақты Интер резервпен тоже алмай кайфует. ақ қойсын, керек емес. Интер Зачем? Ана тоже шығар Давай, керек. ол жерде резервпен алу алмауды емес, просто кімді алу керек деп ойлайсың. Ешкімді. ешкімді дейді. Кімді, не үшін? Енді мына жерде шапалақ, Индер. Почему-то Төле Би за материалы, чисто КВНский ходтар үшін, және Интер. Но ни в коем случае шапалақ, менің ойым. Шапалақ должны были как жуалы пройтись по команде. Негізінде, жоқ, шынымен де, егер де жюрилер дәл осылай қатты қателеспей, кәдімгі ойын болған кезде, ол кезде керек жоқ. Еді. Ал енді бұл жерде жаңа қағазға жазудың жертвасы болғандықтан, осындай көзқараспен қарап, мен шапалақты резервпен алуға келсем. Қағазбен жазып әлі білмейді сияқтымыз. Сол ғой. Біз көп жерлерде қағазбен болатын заттарға жатысып кетеміз. Аймағамбетов отырып жазудан қателескеніміз қалай болды десеш? Жалпы творчествоны бағалау қиын ғой. Ол әркім әртүрлі қабылдайды. Әзілден біздің бұл жайдарманда ол не ғой, таза шығармашылық. Әркімнің ойы әртүрлі болады бір нәрсеге қарап. Енді біз әркім өзін ойнайды. Иә, сондықтан бұл жерде қуанышқа орай жюри емеспін, менің шешім қабылдамаймын, кім өтеді, кім өтпейді деген. Айта бер, бәрін айта бер. Иә, бұл жерде менің ойымша таза шапалақпен Индерді өтсе әдем болатын еді. Бірақ енді финалист. Бірақ орын бар, брат. Иә, финалистке де бір орын болса жүреміз. Именно сол жюридің шешімі шыққаннан кейін халық деп өзінің келіспегенін көрсетіп тастады да. Индердікінде, талант қой, енді амал жоқ деген сияқты, ешкім үндемеген сияқты болып көрінді. Менің ойымша. Енді кім қалай шешетінін ешкім білмейді. Бұл жай ғана талқы, ештеңе өзгермейді бұдан. Сондықтан уақыт бөліп келгендеріңе көп-көп рахмет. Қазір кетіп бара жатсаңдар ас болсын. Айтып кетейін, финалда шапалақ сияқты команда керек. Стоячка. Финалда шапалақ сияқты Эверест бар. Текстовой команда тоже. Жоқ, шапалақтың орны бөлек, бәрібір де керек. Масакта болған. Енді ол естественно шапалақтың орны бөлек. Масакта бір рет Просто сондай сияқты альтернатива это Эверест. Фистех не добрали, да, бір рет болды. Фистех не добрали, но ешкім түкте деген жоқ. Караван идет, собаки лают. Ештеңке болмайды. Можно было бы не добирать, толықты келесем. Индер үшкет талант өтті, халық шулаған жоқ деп жатсың ғой. Просто халық түсінген сияқты шулаудан пайда жоқ деп па? Сол үшін ғана. Жоқ, ана жерде пайда бар. Пайдаға астырып тұр ғой ана. Талдықорғанға шулаған пайдаға асып кетіп тұрған жоқ па қазір? Енді сол добормен алып кетіп тұр ғой, көрдің бе? Сонымен бәріне кінәлі қағаз. Иә, бәр қағаздың кесі. Менің ойымша Индер өту керек еді. Индер өту керек еді деп ойлаймын. Себебі ойыны өте керемет болды бүгінгі ойын. Индердің балдары еңбекқор, осыған дейін бірталай кішкене былай біз енді былай кухняны білеміз ғой, бұны зал не білмейді кухняны. Бұларда оған дейін бір немен бұның алдында өздерінің мини полуфиналдары болды. Закрытый полуфинал ойнады, олар ояқта жеңді. Оның бәрі материал, оның бәрі күш қой негізінде. Мына жерге келіп чуть-чуть енді ол мен Индерде де Индер дей беруге болмайды. Индерге де чуть-чуть бір деген жетпей қалды, талантты қиттай бір удар жетпей қалды да. Все, онда жігіттер көп-көп рахмет. Қош сау болыңыздар, лайк, пікір, лайк бірдеңе. BTV-ға жазылыңдар.